Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте тез және оңай дайындалатын өте дәмді кореялық сәбіз салатымен бөлісетін боламын. Рецепттің ингредиенттерін төменде қалдырамын. Алдымен бізге сәбіздің барлығын осындай ұзын теркадан ұзыннан өткізу қажет болады. Мен мұнда 3 сәбіз қолдандым ұзын. Сәбізді міндетті түрде ұзына бойы өткізіңіздер. Сонда сіздің дайын сәбіз салатыңыз өте әдемі болып шығады. Өткізіп болғаннан кейін үстіне біз специяларымызды саламыз. Мұнда қара бұрыш, қызыл бұрыш және тұз. Үстіне қантымызды саламыз және чеснок. Осылай салып болғаннан кейін уксусымызды құямыз бір кішкене қасықпен. Үстіне құйып болғаннан кейін табаға майымызды, семечко майымызды ысытып, ыстық семечке майды сол уксус чесноктың үстіне құйып, бетін жауып қоямыз салаттың. Бұл салат осылай 5-10 минут тұрады. Май суығаннан кейін әдемілеп салатымызды, сәбізімізді, яғни араластырамыз. Барлық ингредиенттер сіңу керек, араласу керек бір-бірімен. Және араластырып болғаннан кейін екі қолмен сәбіздің үстін мұжып өлтіресіздер. Осылай әдемі болып шығады. Уже дайын болған салатты тарелкаға салып, дәмін көруге асыға берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады бұл салат. Және 5-ақ минуттарыңызды алады. Ас болсын.